Не үшін указательный жест маңызды? Сіз дәрігерге барыңыз, невропатологқа барыңыз, логопедке барыңыз, психологқа барыңыз, арнайы мамандарға барыңыз. Бірінші мамандардың сұрайтыны балаңызда указательный жест бар ма? Не үшін ол маңызды? Себебі сұқ саусақпен көрсету баланың алғашқы қарым-қатынас құралының бірі болып саналады. Бала өзінің қалауын заттардың арасынан бөліп алып, қажеттілігін осы сұқ саусақпен көрсету арқылы түсіндіреді. Баланың сөйлеу тілі шықпастан бұрын указательный жест пайда болады. Яғни осы указательный жест арқылы бала өзінің қажеттіліктерін көрсетіп, түсіндіруге тырысады. Ал егер бала өзіңізге керек заттарды, қажеттілігін сұқ саусақ арқылы көрсетпесе, немесе өзінің анасының қолы арқылы көрсетсе, яғни анасының қолын апарып сұқ саусақпен көрсетсе, бұл дұрыс емес. Бұл уже дабыл қағу керек деген белгі.